Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерге талсталып күміс сазанатты балықтан уха даярлап көрсетемін. Ең алдымен балықтың керек емес барлық артық заты мен желбезегінен тазартып аламыз. Кей кісілер көзі ащы дәм береді деп оны алып тастап жатады. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Кейін жарты немесе 1 сағатқа салқын суға салып, артық қанның бәрін шыққанын күтеміз. Асты қосылып, су құйылған қазанға балықтың басын саламыз да қайнағанша күтеміз. Осы уақыт аралығында көкөністерді даярлап қоямыз. Пиязды толықтай турамаймыз, түбіне дейін жеткізбей 4-ке бөлеміз және қазанға саламыз. Сорпаға өзінің дәмін беру үшін. Мұнда сәбіз бен картопты 4 бұрышты, сарымсақты ұсақтау және болгар бұрышы мұздатқышта сақталған. Соны пайдаланып отырмын. Сақтау әдісін төменгі жаққа ссылкасын қалдыратын боламын. Қазан қайнамай тұрып, бетіндегі көбігін алуға тырысыңыз. Сол кезде сорпасы мөлдір болады. Қазан қайнаған сәтте 2 лавр жапырағы мен қара түйіршікті бұрышты саламыз және 15 минут аралығында балықтың басын пісіріп аламыз. 15 минут өткен кезде балықтың басын сүзіп аламыз. Бөлек бір ыдысқа салып қоямыз да, кейін сорпаны да сіздерге көрсетіп тұрғанда 2 темір сүзгішті бірінің үстіне бірін қойып, барлық сорпаны сүзіп аламыз. Бұл марлы майлы матасына сүзіп алғанға қарағанда өте ыңғайлы. Кейін қазанды бір шайып, ішіне сорпасын қайта құямыз. Және көкөністерді сорпаға салып, картопымызды, сәбізімізді, сарымсақты, болгар бұрышын салып 10 минут аралығында пісіреміз. Оттың асты орташа етіп ашып қойылған. Көкөністеріміз пісеміз дегенше балықтың бас сүйегінен, қылтықтарынан еттің барлығын бөліп аламыз және пиязды енді керегі жоқ, тастай берсеңіздер болады. 10 минут аралығында пісіп қалған картоп сәбізге балықтың басы мен ас көк желкенді татуына қарай тұзы мен бұрышын салып жақсылап араластырамыз да 5 минут тағы бір қайнатып пісіріп аламыз. Біздің уха сорпамыз дайын болды. Бұл сорпаны кей кісілер салқын күйінде ішкенді ұнатса, кей кісілер ыстық күйінде ішкенді ұнатып жатады. Баршаңызға ас болсын. Біздің ас мәзіріміз ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікіріңізді қалдырыңыз. Біздің YouTube арнамыздың дамуына атсалысып, лүпіл басып, пікір қалдырған қолдаушы көрермендерімізге көп рахмет.